Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін тофуды үй жағдайында қалай дайындауға болатынын айтамын. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып қоңыраушаны баса кетіңіз. Бізге тофу, яғни бұршақ ірімшігі, муэр саңырауқұлағы, сарымсақ, имбир, ет, жасыл бұрыш, пияз керек. Ең алдымен қазанға көп мөлшерде май құямыз. Ол майды әбден қыздырып, тофуды салып 4-5 минут қуырамыз. Тофу осылай сарғайып піскен кезде сүзіп аламыз. Ал енді қазанға біраз май құямыз. Май әбден қызған кезде етті саламыз. Етті жақсылап қуырып, пияз саламыз. Сарымсақ пен имбирді қосамыз. Бір қасық томатты қосамыз. Аз мөлшерде ащы бұрыш құймалжыңын қосамыз. Соя тұздығынан аздап қосамыз. Уксус қосамыз. Тұзын бір қасық тұз қосамыз. Муэр саңырауқұлақтарын қосамыз. Және де аз мөлшерде қант қосамыз. Қант қосу, қоспау ол өз еркіңіз. Жаңағы қуырып алған тофуды қосамыз. Су қосамыз. Жасыл бұрышымызды қосамыз. Ең соңында крахмал қосылған су қосып, қақпағын жауып қоямыз. Дайын болды. Біздің қуырылған тофуымыз дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыз.